Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы педагогикалық қарым-қатынастың формасы, коммуникативтік іс-әрекет. Бүгінгі сабағымызда қарастыратын сұрақтар: педагогтың оқушыларға, олардың ата-аналарына, әріптестеріне сөз арқылы көмек көрсетуі, педагогикалық өзара іс-әрекет, коммуникативтік қабілеті, сенім түрлері және оның жіктелуі, сенімнің сөздік формалары, бұйрық, тәртіп, талқылау, әзіл-қалжың арқылы белгі беру, сенім мен көз жеткізудің бір-бірімен байланысты. Енді оқушылармен қарым-қатынасқа түсіп жүрген мектеп мұғалімдерін екі топқа бөлуге болады. Яғни балалармен қарым-қатынас жасауы оңай және балалармен қарым-қатынас орнатуы қиын. Бірінші топтағы мұғалімдер қай жастағы оқушылармен болмасын қарым-қатынасқа оңай түседі. Оның себептері қандай? Өз сыныбындағы әр баланың психологиясын өте жақсы білуінде, баланың ішкі жан дүниесін оятатындай жылы сөздер айтуында, мұғалімнің этикасы мен психологиясының дұрыс қалыптасуында, мұғалім сөзінің тәртіптілігінде, жүйелілігінде, анықтығында, нақтылығында, оқу тәрбие үрдісінде мұғалімнің бірнеше қарым-қатынас түрлерін пайдалана білуінде. Бұл, яғни, мұғалімдер қай жастағы оқушылармен болмасын қарым-қатынасқа оңай түсетін мұғалімдердің себептері. Екінші топ мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасқа қиын түсуі. Дегенмен, біздің пікірімізше, кейбір мұғалімдердің әр жастағы оқушылармен қарым-қатынасқа түсе алмауының және оқушылармен қарым-қатынастарының өте қиын болу себептері мынада. Бірінші, авторитарлық стильді пайдалануында, балаларға салқындық танытуы, балаларды әлеуметтік жағынан бөлуі, балалардың іс-әрекетін, ойын, сөзін әділ бағаламауы, бала бойынан үнемі кемшіліктер іздеуі, оны жариялауы дер едік. Қарым-қатынас қиындықтары эмоциалдық бағытта жиі кездеседі. Оқушылармен дұрыс қарым-қатынас жасауда кедергі келтіретін қиындықтардың пайда болуының өзіндік себептері болады. Олар қандай себептер? Бірінші, қазіргі балалардың көпшілігі акселераттар. Яғни ол дегеніміз психикасы тез дамыған балалар, сұрақ қойғыш, тез қозғалғыш, бәрін білгісі келіп, қарым-қатынасқа тез түскісі келіп отырады. Мұндай топтың балаларын кейбір мұғалімдер тежейтіні жасырын емес. Мысалы, тыныш отыр. Немене, бәрін білесің бе? Сен қашаннан бері білетін болдың? Әуелі өзіңді түзетіп ал, сосын айтасың. Яғни осындай педагогикаға жатпайтын сөздер айтылады. Екінші себебі, оқу үрдісінде кейбір мұғалімдер тек өздері сөйлеуді ұнататындығы жасырын емес. Өйткені уақытты пайдаланам деп, тек мұғалім өз сөйлеп, баланың айтатын сөзіне кедергі келтіріп, оның ойымен, пікірімен санаспайды. Яғни оқу үрдісінде кейде диалог шоқ екені де жасырын емес. Бұл екінші себеп. Келесі себебі, оқушылардың іс-әрекеттін әділ бағаламау жиі кездесетін құбылыс. Осының негізінде қарым-қатынас барысында мұғалім мен оқушының арасында дау жанжал болып жатады. Енді қарым-қатынас барысында кездесетін қиындықтарды жеңудің жолдары қандай? Алдымен, әр жастағы оқушылардың өзіне тән психикалық ерекшеліктерін ескере отырып, қарым-қатынас орнату. Мұғалімнің өзінің жағымсыз көңіл күйінің болмауын қадағалау. Педагогикалық қарым-қатынаста педагогикаға жат сөздер айтпау. Бұйрық емес,
өтініш деңгейінде қарым-қатынас жасау. Қарым-қатынаста дау жанжалға жол бермеу. Сұхбаттасуда жеке оқушының пікірін сыйлау. Қиын, қыңыр, қырсық оқушылармен жеке дара қарым-қатынас орнатып, олармен тіл табысу. Қарым-қатынаста мұғалімнің оқушыға, оқушының мұғалімге сенуі. Сезімдік, әсерлік қарым-қатынаста болу. Бұл, яғни, қиындықтарды жеңудің жолдары. Кәсіби педагогикалық қызмет үнемі жетілдіріп отыруды, мұғалімнен өз білімін дамытуды, әрі шеберлігін шыңдауды, білімінің жаңалықтарын тез меңгеріп, оны өз қызметінде іске асыру қажет етеді. Кәсіби шеберлігін дамыту ақпараттық қамтамасыз етумен байланысты. Яғни, жеке тұлғаның ақпараттық мәдениеттілігімен анықталады. Яғни, мұғалім сөзі ақпарат таратушы құрал ретінде қайтеді, жүзеге асырады. Бір сөзбен айтқанда, оқушыға да, ата-анаға да мұғалім сөзі екі жақты ортақ тәрбие мәселесінің негізінде әсер етуші құрал болып табылады. Мұғалімнің сөзі өткір, жалынды, бейнелі, жарқын, интонациялы, көркем, эмоциялы, дауыс, яғни дикция, ырғағы жағымды, стилистикалық, грамматикалық, фонетикалық ақаулардан таза болу қажет. Мұғалімнің өз ойын оқыған, материалын дауыссыз ырғағы анық, дәл сөзбен айта алу, жарқын мимикамен, пантомимикамен, ұнамды эмоциямен бере білу қабілеті, оны не дейміз? Сөйлеу қабілеті дейміз. Мұғалімдік шеберліктің маңызды элементі сөйлеу қабілеті. Өйткені мұғалім мағлұматтардың барлығын оқушыға жеткізу, жүйелі білім беру үшін негізінен екінші сигналды, яғни сөйлеу сипатын қолданады. Мұғалімнің сөзі өзінің нанымдылығымен, әсерлігімен ерекше мәнді болу тиіс. Мұғалім өз шешендігімен оқушыларды баурап алу қажет. Ол сөйлемді қиындатпай, өз ойын оқушыларға ұзын фразалардан гөрі қарапайым тілмен түсінікті бере білу керек. Юмор, әзіл, көңілге тимейтін сқақ болса, сөйлеу ажарын кіргізеді. Мақал мәтелдер қолдану ойды ажарлайды. Сухомлинский Василий Александрович сөз ең маңызды педагогикалық құрал. Оны еш нәрсемен ауыстыра алмайсың деп, оның маңызына ерекше назар аударған. Мұғалім сөзі әсерлі, тартымды, сенімді, сондай-ақ дауыс ырғағы мен мимикасы мәнерлі және бай болғаны қажет дейді. Енді Ыбырай Алтынсариннің пікірі бойынша мұғалім балалармен істес болады. Егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді қинамай, оларға дұрыс түсіндіре алмаған үшін өзін-өзі кінәлау керек. Мұғалім балалармен сөйлескенде ашуланбай, күйгелектенбей, сабырлықпен сөйлеп, шұбалаңқы сөздермен керексіз терминдерді қолданбастан, әрбір затты ықыласпен, қарапайым тілмен түсіндіру керек деген Ыбырай Алтынсарин. Енді педагогикалық өзара іс-әрекет дегеніміз не? Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің олардың мінезін, іс-әрекетін, қатынасын өзара өзгерте алатын кездейсоқ немесе ойластырылған, жеке немесе жалпы, ұзақ немесе қысқа мерзімдік, сөздік немесе сөздік емес жеке байланысты педагогикалық өзара іс-әрекет деп айтады. Педагогикалық өзара іс-әрекет стратегиясы мұғалім іс-әрекетіндегі жалпы басшылық жолы, тұлға қалыптастыру үрдісінде перспективалық мақсаттарға жетуге арналып бағытталған нұсқалар.
оқушылардың коммуникативтік қабілетін дамыту мақсатында берілген тақырыптар бойынша сыныптан тыс жоба жұмысын жүргізу арқылы олардың біліктілігін арттыруға болады. Жоба жұмысын қорғау барысында оқушылардың қарым-қатынас мүмкіндіктерін арттыруға мынандай жұмыс шаралар мысал бола алады. Бірінші, белгілі тақырып бойынша сұрақ-жауап түрінде пікір алысу. Екінші, қосалқы әдеби материалдарға сүйене отырып сөздік қорын байыту. Үшінші, жаңа сөздерді қолдана отырып оқушының жеке сөйлеу тілін дамыту. Келесі төртінші, топ ішіндегі қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу. Бұл, яғни жоба жұмысын қорғау барысындағы оқушылармен қарым-қатынас жасаудағы өткізілетін іс-шаралар. Енді қарым-қатынастың қандай функциялары бар? Функциясы деп отырамыз, яғни қызметтері. Бірінші, ақпараттық коммуникативтік функциясы. Ақпаратты қабылдау және беру, немесе жеткізу деп айтамыз. Екінші, қарым-қатынасты реттеу. Бірігіп әрекет істеу барысында өзара әрекетті өңдеу. Бұл яғни қарым-қатынасты реттеу, бұл топтық жұмыстарда қолданылады. Келесі, аффективтік коммуникативті, яғни эмоционалдық қарым-қатынасты беру, оған жеткізу. Бұл қарым-қатынастың негізгі функциялары болып табылады. Енді кәсіби педагогикалық қарым-қатынас дегенімізде бұл ақпараттық функция. Яғни ақпараттық функция дейміз, қарым-қатынас арқылы әртүрлі тұрмыстық оқу әдістемелік, ізденушілік, ғылыми зерттеу және тағы басқа ақпараттарды беру. Екінші, тәрбиелік функциясы. Адамдарды қоғамдағы мәдени және адамгершілік құндылықтарға қатыстыру. Адамдардың бір-бірін тануы. Әртүрлі іс-әрекет барысында оқу өндіріс, ғылыми танымдық және де басқа да қызметтер көрсету. Адамдардың қажеттілігін септеу, яғни достық қарым-қатынас, достармен, бірге оқитын оқушылармен кездестіру. Бастамашылардың іс тәжірибесімен таныстыру. Келесі, қарым-қатынасқа жол ашу. Бұл кәсіби педагогикалық қарым-қатынастың функциялары. Енді педагогикалық қарым-қатынастың кезеңдері. Бірінші, оқытушының модельдеуі. Бұл болашақ қызметін бейнелеу. Екінші, сыныппен қарым-қатынасты ұйымдастыру. Педагогикалық процестегі қарым-қатынасты басқару, қарым-қатынас жүйесін модельдеу, жүйесін талдау. Бұл қарым-қатынастың негізгі кезеңдері. Енді қарым-қатынас құрамына қарай үш аспектіден тұрады. Коммуникативті, интерактивтік, перцептивтік. Бірінші, коммуникативтік қарым-қатынас аспектісі ақпарат алмасу тәжірибесімен байланысты. Екінші, интерактивтік қарым-қатынас аспектісі. Бұл тұлғаның қарым-қатынас процесінде өзара әрекеттесуіне байланысты. Үшінші, перцептивтік қарым-қатынас аспектісі басқа адамды қабылдауы және түсінуі.